Қайырлы күн. Дәл осы 3 қана затпен, қарапайым әдіспен үй жағдайында торт жасаймыз. Ешқандай қиындық жоқ. Бір көргені жасай салатын торт. Ең алдымен осыны сгущенканы құйып аламыз. Соған 4 жұмыртқамызды қосамыз. Осыны енді миксермен араластырып аламыз. Әбден араластырып аламыз. Өте оңай, қарапайым, үйдегі бар затпен тек қана жасай салатын, өте тез дайын болатын торт. Осыған енді ұнымызды електен, менде кішкентай елек болып қалды, електен өткізіп ұнымызды тағы да миксермен араластырып аламыз. Әбден біркелкі болғандай араластырып, осыны енді пергамент қағазымызға бір тегіс етіп, дөңгелекпен етіп, сызып, ортасына құйып шығамыз. Қызып тұрған духовкамызға бір-бірлеп жеке-жеке пісіріп аламыз. Өте оңай, ешқандай қиындығы жоқ. Үйдегі бар затпен жасап жібере салатын торт. Осыны бәрін жеке-жеке пісіріп алып шықтым. Енді осының кремі де тек қана сметана. Сол сметанға тағы да сгущенканы қосып араластырып аламыз. Осыны енді екеуін әбден араластырамыз. Креміміз дайын. Пісіп тұрған тортымызға осы дайын болған кремімізді жеке-жеке жағып шығамыз. Кремді де өздеріңіз көргендеріңізде сметанамен тек қана сгущенка, басқа ештеңе қосқан жоқпын. Осының өзі дәмді әдемі торт болып шығады. Балаларға тез жеп қоятын, бір шайға жасап жібере салатын өте оңай, қарапайым торт. Жасап көріңіздер үйлеріңізде. Әрі тез дайын болады. Тортымыз дайын болып қалды. Бетіне де толықтай крем жағып, қалауларыңыз бойынша әсемдеп жіберсеңіз де болады. Мен ештеңе бетіне салмадым. Тек қана менде үйде балалар жейтін өзінің печеньелерін жек-жектеріне осылай салып, әсемдеп қоя салдым. Бетіне кокос себе салдым. Қызыл кокос бар еді үйде, соны себе салдым. Жек-жектеріне сүйіп, әсемдеп қоя салдым. Сіздер де жасап көріңіздер. Бетін қалауларыңыз бойынша шоколад ұсынсаңыздар, крем жақсаңыздар да болады. Осымен қарапайым әрі оңай тортымыз дайын. Жасап жіберіңіздер. Балаларға ұнайды деген ойдамын. Арнама тіркеліп, лайк баса кетіңіздер.